2000 жылдан 2002 жылға дейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау бойынша көп жылдық кешенді жұмыстар жүргізілді. Осы кезеңде Қазақстан көрші мемлекеттермен шекара сызығын халықаралық құқық нормаларына сай нақты айқындауға қол жеткізді. Екі жақты комиссиялар карта материалдарды салыстырып, шекараның географиялық нүктелерін толық анықтады. 2000 жылдардың басындағы бұл жұмыс мемлекет қауіпсіздігі мен аумақтық тұтастығын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарды. Делимитация аяқталғаннан кейін шекара бойында арнайы белгілер мен бағандар орнату арқылы демаркациялау шаралары жүзеге асырылды. Осы кезеңде шекаралық құжаттар рәсімделіп, халықаралық келісімдер бекітілді. 2000 жылдан 2002 жылға дейін аяқталған бұл процесс Қазақстанның халықаралық беделін күшейтіп, көрші елдермен тұрақты шекаралық қатынастар орнатуға негіз қалдырды.